Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге ең жұмсақ, өте дәмді болып шығатын зебра пирогының оңай жолын көрсететін боламын. Алдымен үш жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне мөлшерленген қантымызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Миксерсіз араластырғандықтан қолыңыздың күші қажет болады, сондықтан тоқтамай 1 минут, 1,5 минуттай араластырғаныңыз жөн. Масса көтеріледі, міне көпіріп, енді сұйық майымыз бен сүтімізді мөлшерлеп құйып аламыз. Енді ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп дайындап қойдым басқа ыдысқа. Сол ұнымызды бірден салдым. Немесе осы массаның үстіне ситадан өткізіп салсаңыздар да өте әдемі көтерілетін болады пирогтарыңыз. Ұн мен қопсытқышты бірге салып, жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер қалып қалмау керек. Сондықтан міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Одан кейін осы массамызды бір өлшеп алдым. 1100 грамм шықты. 100 граммы ыдыстікі деп алсақ, 500 граммын мен екінші ыдысқа салдым. Екінші ыдысқа салғаннан кейін біреуіне 1,5 қасық ұн, екіншісіне 1,5 қасық какао ұнтағын салып, оларды да өзара жақсылап араластырып алдым. Енді формамызды дайындаймыз. Мен диаметрі 26 сантиметр болатын формада пісіретін боламын. Алдымен астына сары май жағып алдым. Енді екі массамызды кезек-кезек 2 қасықтан құйып шықтым. Енді әдемі етіп гүлдің, әдемі өрнектің суреті шығу үшін осындай таяқшамен сызып шықсаңыздар болады. Таяқша немесе тіс тазалағыш, спичканың көмегімен, тіпті болмаса, ештеңе жоқ болса, вилканың көмегімен сызсаңыздар болады. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан өздеріңіз піскенін таяқша арқылы көріңіздер. Кейбір пештерде 40 минут, 45 минут пісуі мүмкін. Мінекей, өте әдемі болып шықты. Піскен, жұмсақ, дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, оңай дайындалады. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Каналыма тіркеліп алыңыз. Сау болыңыздар.